білесіңдер ме? Елордамыз әлемдегі ең жас астаналардың бірі. Мың 1998 жылы Ақмола Қазақстан Республикасының бас қаласы деп жарияланады да, атауы Астана болып өзгерді. Ол кезде қалада биік, сәулетті ғимараттар болған жоқ. Небары 26 жылдың ішінде осындай керемет қалаға айналды. Достар, Астанамызды жас қала десек те, оның аумағында осыдан 1000 жыл бұрын да адамдар өмір сүрген екен. Ал сендер ол жайлы біліп пе? Әсем қаламыздан 15 шақырым жерде ежелгі қала орны бар екен. Оның көрінісі қандай екенін тамашалау үшін жолға шықтық. Достар, біз жеттік. Келген жеріміз Бозоқ тарихи-мәдени музей қорығы деп аталады. Бұл біздің заманымызға дейінгі 8 ғасырда әскери бекініс түрінде салынған ежелгі түркілердің алғашқы қонысы. Сол заманда жергілікті билеушінің, яғни қаған ордасы болған екен. Қалашық орнын 1998 жылы белгілі археолог Кемел Ақышев тапты. Достар, археологтар бұл қаланы қалың батпақ арасынан тауып алыпты және 2,5-3 метр тереңдіктен қазып шығарған. Себебі қала сазды, батпақты, қамысты жерде орналасқан. Неге дейсіңдер ме? Бұл қорғанудың бір амалы болыпты. Қала орналасқан алаң 3 шапырақты гүл пішінінде жасалған. Биіктігі 2-3 метр қамалмен қоршалған. Қамал қабырғасы кірпіштен қаланған. Кірпіштің өлшеміне келсек, ені мен ұзындығы бірдей, 25 сантиметр. Тұрғындардың кірпіш өндіргеніне осы қалашық аумағына табылған 2 бірдей қыш күйдіру шеберханалары да дәлел бола алады. Сондай-ақ музейде де сол замандағы кірпіш қалдықтары сақталған. Мұнда орта ғасырлық үйлер, ғибадатхана, биік мұнара секілді нысандардың орны бар.
Сондай-ақ бұл жердегі қазба жұмыстары нәтижесінде мынадай құш құмыралар да табылған. Бұл ескерткіштер Бозоқ қалашығының Ұлы Жібек жолы кезінде басты сауда орталығы болғанын дәлелдейді. Мұнда қола, күміс бұйымдар мен әшекейлер, былғары және асыл тұқымды жылқылар сатылған екен. Осы қалашықтан табылған ең құнды жәдігер Үнжу деп аталатын мына мүсін. Осыдан 700 жыл бұрын өмір сүрген жауынгер бейнесі екен. Қазба жұмыстарының нәтижесінде оның жауынгер болғаны анықталған. Себебі қазба жұмысы кезінде жанынан темір найза, қаншар, күміс тостаған, қола айна табылды. Зерттеушілердің пайымдауынша, бас киімі де оның ақсүйек болғанын растайды екен. Бұл бокко деп аталатын ежелгі бас киім. Қайыңнан жасалып, үнжумен безендірілген. Ежелгі тұрғындардың балық аулағанын мына балық сүйектерінен жасалған түрлі моншақтардан да білуге болады. Одан бөлек, егін, мал шаруашылығы да жақсы дамыған. Бозоқ қалашығының орнында қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Мұнда ашық аспан астындағы музей салынбақшы. Ежелгі қалашық 30 шақырым аумақты қамтиды. Оның орнына салынып жатқан музейдің аумағы 50 шақырымдай болады екен. Мұнда сол замандағы тұрмысты көрсететін түрлі үйлер мен ғибадатханалар, қамалдар тұрғызылады. Дәл қазір қаланы қоршайтын қамалдар мен қақпалар салынып жатқан секілді. Достар, міне мынау тура 1000 жыл бұрынғы кірпіш. Достар, міне мынау ашық аспан астында тұрғызылатын музейдің макеті. Достар, көріп тұрғандарындай, мұнда неше түрлі саябақ, ежелгі үй үлгілері, биік мұнара болады екен. Өте қызық әрі әдемі екен, я достар. Болашақта осы мекенге қайта келіп, тағы да саяхат жасаймыз деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар.